Өткен сенбіде халық базарында екібастұздық тұрғындарға төмендетілген бағада ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жәрмеңкеде ет, сүт өнімдері молынан сатылды. Сүттің литрі 250 теңгеден, сарымай 4 мың, қаймақ 1 мың, ірімшік 500, жұмыртқа 250, құрт қоспа 2 мың теңгеден килограммы саудаланды. Табиғи таза және сапалы өнімдерге сұраныс көп. Базарға тұрғаныма 5 жыл болды. Жәрмеңке болған сайын қатысам. Бағалар болады, енді бізге де ұтымды. Ауылдан ерте келеміз, жәрмеңке болса халық тез жиналады, тез саудамызды жасаймыз да, үйімізге қайтамыз. Мен бүгін сүт, қаймақ, ірімшік әкелдім. Сол өзім бағам. Сүт 80 әкелдім, қаймақ 20 литр, творог 30 килограмм, май 10 килограмм. Сол. Бұндағы белгіленген бағалар қарапайым халықтың қалтасына ауыртпалық түсіре қоймайды. Мұны сөрелердің тез-ақ босап қалғаннан байқадық. Жәрмеңкенің болатынын естісімен ала дорбаларын арқалап, таң сәріден ерте келетіндер де бар. Көбінесе ет өнімдеріне сұраныс жоғары. Сөрелерге жайылған сиыр еті де арзан. Міне бүгін железнодорожныйдан ет әкеп тұрмыз ярмаркаға. Еттің сатылым бағасы 1700 теңгеден. 150 килограммдық общий вес. Ақырын өтіп жатыр. Осылайша қалалықтар азық-түлік өнімдерін нарықтағы бағадан арзандатылған бағамен сатып алуға мүмкіндіктері болды. Сауда алаңына бұл жолы келемдеушілер қатары көп болды. Қала тұрғындары күннің суығына қарамастан арзан бағамен ұсынылған ауыл шаруашылық өнімдерін алып қалуға асықты.